Біздің республикада хакас тілі хазна тілі бұлша, че аны пілшеткін ананың шоқтан чатқан шуқтық жылыр саны шылдың шылға қызырылша. Ол оқтуста аны хайралып қалар келедір пөгінің көп тоқсы етілші. Оғын саттарында школаларды үгірдік программызынша хакас тілінің уроктар, кружоктар апарылшы. Балы тілі, шылтызықтыр, ині тілі, марғыларда хакас тілінің терің пілістер көздерге күстіншілер кіші болғаныр, шийтір ұлғылар. Хакас тілі немес пасқада шунырының балалары үгіріншілер тіліні. Бүгін тізің түрен тілінің пілістерін сынықты бұстылар олығыластыр үгірінжілері. Аның қазына статус өсе, аның престижі өсе, үгіречелер, хакас тілінің үгіречелер, хайзылары, балаларында темнепшелер. Оларға идек профессиональный, хайдықты хозы танығылар болша. Хакас тілінже үгірінжілер олимпиадасының пайрымлық шардығында республика правительствосының пазы өркі шөбінің кізілері, халық біргістері, ученыйлар, шаяшылар, үгіретшілер пазы да пасқа пөзік үгіретігілік специалистер аралысқаныр. Пост тілін ұлығланы, аны пілгіні, оларының пұлғынын алы, посты шүртіс татабырға пөзік шидіглерге шидіргі болысқын. Аныңар олар шитерге олығы көздің пұлшалыр. Оғап шапсық болған бүкін ерткін шылырдағы олимпиада шеңішелері танықтатқанарын көрерге. Олардың көпсі бізі 9-ын хакас тілінің балғылыстырған. Менің пастағыз сақстарым тілдің ер болғаныр. Сөстердің ері, базы нұға бұл күзіні, нұға бүді адапшылар, ануға басқа күзіні, басқа еді, қайдығды білдірістір, таңығылар қостыры ба. Бұл немелердің кішігдің сылары матып сағын жүгізім. Аныңар сақчым үйіңені тілінің балғылыстығы, тілге сабылғым арса. Біздің редакцияның режиссері Александр Сунчугашева хакас тілінің терең білістерін школы доқ көстікін. Олимпиада чеңіз жазып ұлпарып, хакас қазына университетінзір сидіксіңіз жоқ кіріп алған. Олимпиадада чеңізшілерінің университеті кіріргі қозы балар біршіліктің анзы оға үйріністегі біздің тұстағы оқшылы епілтірші. Ныңар шетірге амбығы тұсты, амбығы сетік тұсты қалетегі мұндай біршілі пост тілін даныңандар тілдерге. Хакас тілі база литература кафедрасының студенттері үгіріді алып школ зарлы парбин пасқы да тоқыстырды істіншілер. Ол пастағылы халық, аның андар поз күстензі, шол хайдар да азық. Я хотел бы напомнить, что в 92-м в Конституции